Сәлем достар, сендермен бірге мен Тоги Зон каналы. Бүгінгі видеода мен сендерге қалай лаунчер Майнкрафтты жазу керектігін көрсететін боламын. Бізге ең бірінші біз Яндекс немесе Гуглға кіріп аламыз. И осы жерге біз орысша скачать Майнкрафт лаунчер солай жазамыз. Міне осы жерде официальный сайт болады. Осыны жазғаннан кейін именно біз официальный сайтқа кіру керекпіз. Қалған сайттарға кірудің қажеті жоқ. Бұлар өтірік. Және де осы сайтқа кіреміз. Мінекей, және осы жерде скачать лаунчер дегенді басамыз. Осыны басамыз да, осыны басамыз. Қазір көрсетейін, міне. Бұяқта загрузка кетіп жатыр. Міне, содан кейін біз оны ашамыз. И үстін осы файлды ашамыз. Міне, да дегенді басамыз. Егер осындай шықса, бірақ менде шығып тұр. Неке, және осыдан кейін осындай болады. И продолжить осыны баса береміз. Осындай загрузка болады. Күтеміз, тағы да завершить, соларды басамыз. Міне, қараңыздар. Мінекей, бізде уже лаунчер жазылып жатыр. Қазір сендерге көрсетейін. Загрузка жасап алсын. Достар, егер сіздер осы жерге дейін келсеңіздер, онда лайктарыңызды басып кетіңіздер, достар. Және де арнаға тіркеліп активті көтеріп тастайық. Мен де ютубер болғым келеді деген шешімге келдім. Мінекей, осындай меню ашылады. И мына жерде бізге обязательно аккаунты деген жерге галочка қою керек. Содан кейін настройки аккаунты и маяқта добавить деген басамыз да. Осы жерге любой аттарыңызды жазсаңыздар болады. Немесе авторизация без пароля кіруге болады, немесе с паролем кіруге болады. Сосын жазып болғаннан кейін сохранить аккаунтты басамыз. Міне бастық. И мына жерде біз өзімізге керекті грифтарды, то есть лаунчерді таңдайтын боламыз. Мен фабрик 1.16.5-ті таңдадым. Бізге мына жаққа галочка қою керек емес. Сіздерде маяқта установить деген баса болады. И соны установить дегенді басасыздар да, осы жерде установление кететін болады. Сол установление болғаннан кейін войти в игру деген болады. Соны басып кірсеңіздер болады. Достар, міне, егер қараңыздар. Менде мына жерде осындай не тұр ғой, көрдіңіздер ма? Стив тұр. Біз оны настройки деп аламыз да, мысалы қараңыз, добавить. Мына жерде лаунчер тұр. Мына жерге өз парольдарыңызды жазасыздар. Сол қалай соны не істеу керектігін көрсетем болады. Міне, біз осындай, мына жерде launcher.ru дегенді болады. Соны басасыздар. Қазір үлкейте алайын. Міне, и мына жерде сіздерде регистрация деген зат болады. Соны басасыздар да, мінекей. Осындай нені болады. Осындай, короче, регистрация жасайсыздар. Мына жерде қазір. Тұтырыңыздар. Қазір. Міне, регистрация дегенді басасыздар осы жерде. Міне, бізде осындай логин. Ол логин сіздерде Майнкрафтта аттарыңыз қалай жазылып тұрғанын жазасыздар. Мысалы, еурон дей салайын. Негізі ағылшынша жазу керек, достар. И егер дұрыс болмаса, цифралармен қойып жазу керексіздер. Email деген жерге
сіздер өздеріңіздің почталарыңызды жазасыздар, сол почтаны жазу керексіздер. Ал мына жерде пароль деген жерге өздеріңізге өте қиын парольді қойып аласыздар. Міне, короче, осындай цифралармен болу керек, сандармен болу керек. И мына жерге дәл сондай осы парольді мына жерге де жазасыздар. Содан кейін мына жерде принимаю условия дегенді басасыздар и выбрать міне осы жерде и я не робот деген. Сол кезде регистрация дегенді басасыздар. Міне менде логин дұрыс емес и email тоже дұрыс емес. Сондықтан сіздер өздеріңіз дұрыс emailдарды жазып, дұрыс логиндарды жазып, регистрация жасасаңыздар, онда сізде осындай аккаунт болады. Қазір көрсем, менікінде осындай аккаунт шығады. Содан кейін сол аккаунтқа басасыздар. Басқаннан кейін осы жерде загрузить скин деген басасыздар, өздеріңізге скин қойып аласыздар. Бірінші сіздер оны скинді жазып алу керексіздер. Мен қалай скинді жазып алу керектігін басқа видеоларда көрсететін боламын. Мінекей. Мінекей, осылай қараңыздар. Қазір көрсетейін. И мына жерде өздеріңіз скин болады да, соны басасыз. Либо осыны басасыз да, міне открыть дегенді тұр. Соны басасыз. Сосын успешно обновлено деп тұр. Көрдіңіздер ма? И мына жерде сіздерде осындай скин болады. Содан кейін болды. Мына жерде өздеріңізге плаш қойып алсаңыздар болады. Короче, солай. Мінекей. Тағы да. Мен содан кейін болды. Сосын осылай аккаунтқа кірсеңіздер болады. Мінекей. Достар, мен аккаунтыма тіркеліп, лайктарын басып кетсеңдер өтінемін. Себебі мен қазір ауырып отырмын. Мен ауырып отырсам да сендерге арнап видео түсіріп жатырмын. Өтінемін, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кетейік. Всем пока-пока!